Сәлем, қайырлы таң достар. Міне менмін. Тұрайын деп жатырмын. Сағат 9 болыпты. Жанымда қуаныш та жатыр тоңқайып. Ан жақта светіміз өшпеген. Тұрып сөйтіп терезеге қарадым. Жердің бәрі мұз болып қатқапты. Есік алды су. Содан кейін өзімше жұмыс бітірейін десем, мына кісі оянып, жылап бақырып, соны еркелеп өстіп отырды. Екеуміз мультик қарады, өстіп, простоквашино болып жатыр екен, бірақ новый түрі. Содан кейін кухняға барып ойнады. Әне екі детский орындықты алып, балконнан өстіп жүрді қуаныш. Көзін уқала қояды, ұйқысы кеп. Соны ұйықта қалған соң мен түскіге картошка жарытайын дедім. Үстіп сарымсақты башағын шығарып тұрып, турап тастап, салдым, сәбіз салдым. Соны міне уже картошкам почти дайын, біраз тұру керек. Содан кейін картошка пісті, мама үйге келген соң үстіп, мынандай бейбимен доставкаға кеттім. Жақын жерде доставка. Міне мынау жерде 9-шы мектеп, мына жердің бәрі қар доставлена болды. Содан кейін сосын мама капуста алып келді екен. Капустамды алып үйге қайттым. Үйге келген соң бір болайық көріп отырып, мына жареный картошкамды жедім. Ас болсын маған. Нанымды алып өстіп жеп отырмын. Бір болайық қара қойып, ойбай, осылар ұрыса береді ғой деген ой келдім. Аны жайық кеше бірдеңке былықтырған, сол жайық бүгін жобадан өз еркімен шығам депті. Бір жағынан дұрыс болды, қайдағы жоқ нәрсені айтып. Сон бір кезде қарасам, сүтті ашып жатыр екен. Орнын тұра сап жүгіріп, үстіп сүтті сапырдым, үстіп сапырып, араластырып, үстіп араластырып қойсаң күшті болады деді ғой, топленый молоко болады деді ғой. Үстіп араластырып қойдым, астын өшірдім. Сон бізде үйде осындай тыква бар. Осы тыквадан осындай оладушки жасадым. Бұл оладьидің рецептісі менің каналымда бар, тіркеліп қарап қойсаңыздар болады. Содан кейін қуаныш үстіп отыр екен залда, мама жатыр диванда, телевизор қарап. Мен демалып, үстіп демалайын деп отырдым. Сон үстіп қуаныш үстіп кейде ойыншықтарын тамақтандырады. Өз тамақ жемесе де басқалар тамақтандырады. Сон мама нан алып кеш деді. Үйдің жанындағы глобусқа үстіп секіріп, мынандай лужа батпақтардан секіріп барып, секіріп үйге қайттым. Үйге келсем, алдынан жүгіріп шығып, үстіп қуаныш шықты. Үстіп атасын тәпішкесін киіп, бәрі жүгіріп, одан кейін спальняға кеп, мен Ева деген прокладки сатам ғой, сол прокладканың коробкасымен ойнап, бері жұлқылап, лақтырып, бос жатқан негізі бұл коробка, лақтырайын деп тұрғам ғой. Сөйтіп айтып жүріп, күніміз де өтті. Қуаныш шаршап ұйықтады, айту дегенде сағат түнгі 2-де. Міне мен де жатайын деп отырмын. Ал сіздерге барлықтарыңызға қайырлы түн болсын, бізге де қайырлы түн болсын, түніміз тыныш болсын. Пока-пока.